Таңертең Айдар сағаттың сыңғырымен оянды. Ол төсегінен тұрып, алдымен бетін жуып, тісін тазалады. Содан кейін ас бөлмеге барып, таңғы ас ішуге отырды. Айдар ыстық ботқасын асықпай тауысып, үстінен сүтін ішті. Өзін сергек әрі күшті сезінді. Таңғы астан соң ол сабақ оқуға кірісті. Боямақтарын әдемілеп бояды. Ал кейін сүйікті құрастырғыштармен ойнады. Ойын аяқталған соң Айдар ойыншықтарын жинап, бәрін өз орнына қойды. Содан кейін ол далаға шығып, достармен бірге көңілді ойын ойнады. Түскі уақытта Айдар кішкене кітап оқыды да, аздап демалып, тәтті ұйқыға кетті. Ұйқыдан оянған соң бөлмесін жинастырып, құрастырғыштарын реттеді. Сосын Айдар үстелге отырып, өзіне арнайы күнтізбе жасады. Бұл күнтізбе оған күнделікті уақытын дұрыс жоспарлау үшін керек еді. Ол әр ісіне өз уақытын белгілеп қойды. Кешкі уақытта Айдар ертерек ұйқыға жатты. Осылайша ол өзіне бір аптаға арналған күнтізбе жасап, әр күнін тәртіппен өткізуге үйренді. Айдар енді күнін жоспарлай алатын ақылды бала болды.